Ақтөбе және Динамо Махачкала командалары арасындағы кездесуді назарларыңызға ұсынамыз. Матч барысында тамашалаймыз. Ақтөбенің бас бапкері Дмитрий Парфенов, ал шабуыл шебінде 9-шы Абылайхан Жұмабек, Ниязов, Кенжеғұлов, Байтана, Думбия, Умаев сияқты ойыншылардың барлығы да қосалқы құрамда отыр. Ал Динамо Махачкаланың құрамы көз алдарыңызда. Весомая разница, но тем не менее. Махачкалинцы — это крепкая команда, претендующая в своей лиге на повышение. Эпизод тем временем нам показывает очередной раз хорошую игру Игоря Шацкого в воротах. Вот здесь великолепно бросился под мяч. Ресейдің премьер-лигасындағы командалардың құрамында жүргенде қазақ па дегенде ой келетін еді. Қазір ше офсайд. Әдемі сәт осы жерде қараңыздаршы. Қалайша Абылайхан допты енгізе алмады дегенге кінәлі әрине 77-ші нөмірдегі Темірхан Сұндуков екен. 77-ші нөмірдегі қорғаушы қазір аяғын қойып үлгерген. У Рамазана нет, и слава богу. А здесь неожиданно ошибается Арман Кенесов. Идар Шумахов. Алыс бұрышта соққы және танытты ендеше. Қараңыздар. Тым ерте доп алған екен. Бұл тұста оның қасында қалайша ешкім болмай қалды деген сұраққа жауап таппадық. Ал қапталдан На крови и спокойствие — это отличительная черта как раз данного тренера, равно как и Бердыева в премьер-лигу, учитывая удачное выступление в первой половине. Ну и похоже, за кадром замена состоялась. Но давайте об этом чуть позже. Сердеров, чужой штрафной, удар 2-0. Потеря Рамазана Уразова. Здесь, кстати, вышедший только-только на поле Уче Анри Агбо накрывал эту передачу, не поспел, последовал пас. Он, видимо, появился на поле также под номером 34, а здесь... Қалысынан ақтан етмедік, бірақ мұна Крачковскийдің бойысын қақтау. Алабакар Гаджиев қапталдан пас. Бұл жерден Гаджиев осылайша қауіпті туындатып үлгерді. Маев. Ну или Ума, как говорят партнеры. Жумабек. И вот он навес. Тағы да Артем Касимов бастаған жігіттер жинақ ойны қарсыласының айбалаңнан ойынға қосылатын сияқты. Бұл пас соққыма шабалай алмадық. Волктың Динамо қорғаныста қазір меніңше мұқият, және тағы да Артем Касимовтың биік секірген көрініп жүр. Ой, тамаша соққы. Мергендігі көп таныла бермейтін Таңжарықовтың қалай әдемі тепкенін көрдіңіздер. Касимовтан келген допты жерге түсірместен Волктың қақпасының 9-дығына әдемі шегелеп отыр. Ендеше осындай шешімді қимылдар керек. Кәдімгідей денесін бұрып. Перевод Адильхана Танжарикова. Адильхан. Около чужой штрафной. Кинжегулов. Наброс. Быстро разыгран. Кинжегулов. Бьет сам и дальше пяточкой. Пойти в обводку. И это приносит свои плоды. Еще раз нам момент повторяю. Да, все. Ақтөбе тағы да тықсыра түсіп отыр. Омаев қазір Волқаққа кедергі жасайды. Қазір шабуыл және бессмертный шабуылды еркін өрістетуге мүмкіндік беретін емес. Қысымды жасап жатыр және ойыншының тусырына шығарып алды. Жерде бессмертный соңына дейін таласқанмен Динамо шабуылшының соққыны еркін жасауына мүмкіндік беріп қойды. Бұл 25-ші нөмірдегі ойыншы деп көрсетіліп тұр, әрине. Предлагает вариант броса из аута Байдавлетов. А вот здесь Умаев классно развернулся. Давайте еще раз на повторе. Да, классно отцепился от Кинжегулова попытаться пройти. Агбо! Плотный удар. Өте ширақ өткізді, бірақ жақсы мүмкіндіктерді пайдалана алмады. Қазірде міне алыстан бағыттаған. 1-2 осымен матч тәмам. Бірінші таймда Динамо сапында
2 гол соқты. Сердер Сердеров пен Касим Тура ал. Әділхан Таңжарқып бір доппен қарымта қайтарғандай болды. 1-2. Ойынды комментаторлар Дидар Есемов және Есей Жеңіс өздеріңізбен бірге тамашалады. Аман сау болыңыздар.